туған жылы Мәскеуде үлкен спорттық жарыс олимпиада өткен болатын. Бәріміз Серік Қонақбаевқа жанкүйер болдық. Иә, ол кезде мен 5-те жатқанмын. Бірақ бәрі есімде. Өкінішке орай сол жолғы жарыста Серік Қонақбаев жеңілді. Анам маған өскенде алтын медальді өзің байлайсың деп айтқан болатын. Мен анашыма сол сәтте уәде бергем. Өскенде еліміздің байрағын желбірететін мықты боксшы болам. Әке, мен ауылда айналып жүгіріп келейін. Жарайды балам, қатты шаршап қалма. Қалайда ертеңгі жарыста жеңіп шығуым керек. Біз саған сенеміз. Солай ғой Ақтөс. Түстен кейін бір жерге барып қайтамыз. Ұмытпа. Жарайды, әке. Оу, әйгерім. Оу, Бекзат. Қайырлы күн, Бекзат. Қайырлы күн. О, Нұрғали. Дайындық қалай, Бекзат? Жақсы, өзің не істеп жүрсің? Кешегі жеңіліс көңілімді түсіріп жіберді. Жеңіліс, жеңістің баспалдағы. Келесіде жеңесің. Жүр, жүгіріп қайтайық. Маратты жеңуім керек еді. Маратпен бәсекелеспейік. Біз алдымен өзімізді жеңейік. Қалай? Өзімізбен? Біз өзіміздің жалқаулығымызбен күресіп үйренуден жалықпасақ, бәрін жеңетін боламыз. Дұрыс. Мақсатқа жетпей тынбаймыз. Теп. Маған бер, маған. Марат. Теп. Қақай! Жарайсың, алға шықты. Маған бер, маған. Теп. Теп. Ай, жарайсың. Оп. Бекзат. Дайындық керемет сияқты. Сәлем, Марат. Жүр, бірге дайындалайық. Жоқ, мен дайындалмай-ақ жеңемін. Оны ертең көреміз. Кет, Бекзат. Әкем бір жерге барамыз деп еді. Мен кеттім. Жарайды. Ертең жолыққанша, Бекзат. Иә, сау бол. Әке, жеттім. Жүр, сені бір жерге ертіп барайын. Әке, қайда барамыз? Ертеңгі жарысқа дайындалуым керек қой. Осы дайындығың жетер балам. Енді кесені жаққа барып қайтайық. Жарайды, әке. Біз осы жерге алдында келгенбіз. Мен сені мұнда
неге ертіп келгенімді білесің бе? Жоқ, Сен жеңістің сыры неде деп ойлайсың? күште, дайындықта, және... Дұрыс. Бірақ жеңіске керек тағы бірдеңе бар. О не, әке? Сенім. Әке, менде кішкене уайым бар. Маратпен салыстырғанда, мен кішкентаймын ғой. Бәрібір ол күштірек сияқты. Қарашы балам. Мұнда елдігімізді сақтап қалу үшін ерлік көрсеткен қаншама батырлар жатыр. Я, әке, мен де елге үлес қосқым келеді. Бірақ батырлардың бәрі денелі дәу болған ғой. Балам, бұл батырлардың бәрі алып күштің иесі деп ойласаң, қателесесің. Адам қарсыласын тек күшпен, дененің үлкендігімен жеңеді деп ойлама. Сонда олардың жеңістеріне не себеп болды? Олар ел үшін, жер үшін және болашақ ұрпақ үшін күресте жеңіске деген үлкен сенім көрсетті. Олардың ұрпағы ретінде біз де жеңіске деген үлкен сеніммен талпынсақ, кез келген жерде жеңіске жетеміз. Түсіндім, әке, мен өзіме сенемін. Мен де саған сенем, балам. Ендеше үйге қайтайық. Әке, батырлар үлкен, ажалары үлкен болған екен, я? Я, балам. Бала кезінен ол жомарт болған, қара көзінде мейірім тұнған, алара суын арманға жалғап, намысын елдің көтерген көке Бекзат. Бала Бекзаттарын